18 этаж крышаға шығып, арқандарымызды байлаймыз. Қазір көктем уақыты басталды, терезелердің бәрі жуу керек. Қазір сезон енді басталады бізде. 5 ай сезон ғой негізі альпинистердің. Қыста жатамыз. Несімен қызық дегенде ерекше бір адреналин. Арқан жіп дейміз, арқан жіпті бір сезонда үзілсін, үзілмесін жағалап отырған дұрыс болады. Өйткені өзің ішінде, өмірің ішінде қымбат дүние. Әйел адамдар, қыз келіншектер терезелерді ашып жуып жатады, үлкен этаждарда, биік жерлерде. Ол өте өмірге қауіпті. Енді бір этаж, 10 этаж болсын, құласаң аман қалмайсың. Альпинизмді әдетте тау-таспен байланыстырамыз. Аспанмен таласқан зәулім ғимараттар көбейген сайын әлемді былай қойғанда өзімізде өнеркәсіптік альпинизм бағытына сұраныс күшейген. Әдетте оларды терезе жуушылар деп түсініп, қиын да күрделі жұмысының байыбына бара бермейміз. Ал шын мәнінде ол жұмыстың өнеркәсіптік альпинизм университет қабырғасында мамандық ретінде оқытылатынын біреу білсе, біреу біле бермейді. Жалпы мамандығым өзінің оқып бітірген техник мелиоратор, гидротехник дейміз, су саласы, ауыл шаруашылығы. Бұл салаға келуіме себеп болған Астана қаласына 2010-ның аяғында келдім, оқып бітіріп, содан әртүрлі салада жұмыс жасап көрдік. Осы саланың да қызығып, содан үйрендік. Қазіргі таңда 8 жыл, 9 жылдан аса жұмыс өтілі бар. Қорқыныш сезімі болды. Барлық адамда болады дерлік қорқыныш сезімі. Бірақ жеңіп, жұмыс барысында ұмытылып кетті. Жаймен-жаймен оның барлығы ұмытылады. Альпинист саласын бастағаны 13 жыл болды. Жігіттер айтты, терезе жуатын жұмысқа өтпейсің ба деп. Солай Атыраудың жігіттері звондаған ғой. Көрейік дедім, сонымен краска істейтін фирма болған. Күндікке істегенбіз, күнде 5 мың теңгеден. Содан үйреніп кеттік қой. Біз қазір міне тұрғын үй кешені Жайна үйіне келдік. Кезекті заказ бойынша. Осылай 18 этаж, мынау тех этаж болып есептеледі бізде. Крышаға шығып, арқандарымызды байлаймыз. Жеңіл өтсе, 1-2 сағатта бітетін жұмыс бар. Разны, әртүрлі десек болады. 2 сағатта бітетін жұмыстар болады. Жұмысқа байланысты жалпы. Жалпы жүргенде, ол да жұмысқа байланысты, жұмыстың қаншалықты ауырлығына байланысты. Көтеретін жүкке байланысты. Соларға байланысты жалпы. Жігіттерді бүгінгі үйімізге шақырған едік. Күн жылынып, үйіміз көп қабатты болғаннан кейін жоғарғы этажды жаңағы шығып өзіміз жууға өте қауіпті. Сондықтан альпинист жігіттерді шақыртып, еңбектеріне ризамыз. Өз істерінің маманы, күннің желіне қарамай, өте қиын жұмыс қой енді. Жүректілік те керек, бір жағынан ептілік те керек. Сондықтан жігіттер өз жұмыстарын жақсы атқарып жатыр. Бірінші рет емес, талай мәрте, сан мәрте осы жігіттерге хабарласып, қай қабат болмасын жаңағы шақыртып, терезелеріміз жуғызып, одан бөлек жаңағы үйге ауа орнататын, ауа тазалайтын кондиционер дейді ғой. Соны
орнату жұмыстарына да осы жігіттерге хабарласамыз. Жігіттерге өте рахмет, жұмыстарына мың алғыс, істеріне сәттілік. Арқанды таратып жатырық қазіргі таңда. Түсіруге дайындап жатырық, яғни. Қорқыныш сезімі барлық адамда болады дерлік. Бірте-бірте жойылады, жалпы үйреншікті жағдай болып қалады. Сақтық ережесі басты. Бізде міне осы екі арқан түседі. Біреуі басты арқан, екіншісі жаңағы қорғаушы дейміз. Ал, міне біздің жұмыс басталды. Осылай суымызды алып аламыз. Бүгін міне екінші этажда терезе жуу жұмыстарын жасаймыз. Терезе жууға терезенің кіріне байланысты. Бір жылда жалпы негізі күздік, көктемдік екі мезгіл жуылғаны жалпы дұрыс болады. Бір терезені жууға шамамен 20 минут уақыт кетеді. Өз үйімнің терезесін өзім жуам. Сырттан жууға икемім келмейді. Сондықтан да өзім жуам. Альпинистердің жұмысын бағалау керек. Енді бұл кісілерге тау құз жоқ қой енді бізде Астанада. Сондықтан осындай биік үйлерде жұмыстарын жасап жатады, өз жұмыстарын атқарып жатады, еңбектерін бағалап, реті келсе қосымша ақша да үстінен қосып берген дұрыс, еңбектері ерен. Мен өзім кондиционер орнатқан ұнатам. Кондиционер, сондай терезе жуған, сондай жұмыстар өзіме ыңғайлы. Монтаж жұмыстар өте лас жұмыстар онша ұнамайды. Істей бересің ғой, объем қалай беріледі солай. Қазір сезон енді басталады бізде. 5 ай сезон ғой негізі альпинистердің. Қыста жатамыз, қыста қар тазалайсың. Ары қалай айына 500-ден миллионға дейін барады сезонда. Қыста болады жұмыстар, қар тазалаймыз, крышалардан қарларын тазалаймыз, сондай жұмыстар бар. Бизнес-центрлердің сондай. Несімен қызық дегенде ерекше бір адреналин. Мың рет жаңағы не дейміз айтқанша бір рет көрген тиімді болады шығар. Бұл нәрсені. Ощущениесін сол кезде түсінуге болады. Жалпы. Алатау тұрғын үй кешені. Ол жерде біз жаңағы жанбай қалған сыртқа светтер бойынша, жарық шамдар бойынша жөндеу жұмыстарын жасағанбыз. Бір жарты сағат уақыт алды. Адамдар әртүрлі, біреулер түсінеді, біреулер түсінбейді, біреулер жағында кейбір кісілер болады. Терезеден жаңағы біздің түсіп атқанымызды көріп, алғысын білдіріп жатады жалпы. Кейбір кісілер жаңағы жұмысқа көңіл толмай жатады, енді адамдар әртүрлі. Үйреншікті жағдай былай айтқанда. Қазір көктем уақыты басталды, терезелердің бәрі жуу керек. Сондықтан біз шақырып тұрамыз альпинистерді. Ол кісілердің жұмыстары өте қиын болса да өте сондай маңызды біз үшін. Өйткені өзі терезеден жуу өте қиын. Жерге қарасаң басың айналады. Оны әр істің өз маманы айналысу керек деп санаймын. Сондықтан біз шақырып тұрамыз тереземізді жудырып. Өйткені қазір роботтар бар, оларды мысалы бірінші неден терезеден екінші терезеге өте алмайды. Сондықтан осындай арнайы мамандарды шақырып, сол арнайы мамандар істегені дұрыс. Альпинистер бізді негізі
промышление альпинизм дейді бізде, кәсіпкерлік альпинизм. Негізі тауға шығатындар нағыз альпинистер. Біз тауға шыққанда біз бір-ақ рет шыққанбыз тауға альпинист болып. Тауда қар көшкін болатын жерлерді бөгет жасағанбыз, сондай жұмыстар. Опасный өте қауіпті жұмыс ол да. Жаз айларында емес, сол қысқа қарай қар түсетін кезде. Жалпы бұл біз қолданып жатқан зат, арқан жіп дейміз. Арқан жіпті бір сезонда үзілсін үзілмесін жаңалап отырған дұрыс болады. Өйткені өзің ішінде, өмірің ішінде қымбат дүние. Былай айтқанда, өмірің осы жіпке байланысты болғаннан кейін сол нәрсені мұқият қадағалаған дұрыс болады. Құрал-жабдықтардан ақшаны аямаған дұрыс болады. Терезе жуатын құралдар ол өзінің жаңағы формасын жоғалтқан жағдайда ауыстырып отыру керек болады. Ол енді бір аса бір маңызды емес. Жууға икемі келмей қалған жағдайда уже ауыстыруға тура келеді. Күн суық дегенде қазіргі таңда уже күн жылынып қалды. Аса бір қатты салқын ауа райы жоқ. Тоңу сезімі жоқ пока. Әзірге. Енді бір этаж, 10 этаж болсын, құласаң аман қалмайсың. Мен биікке деген сайын енді 77 ма, қанша этаж қалай бұдай. Елестете алмаймын оны. 44-тің өзінен. Сезон басталған кезде бір сескенесің, содан кейін сезон біткенше содан жүресің ғой. Қорқыныш болмайды. Жіпті дұрыс байлау керек, сосын түсетін кезде ондай кесетін жер болмаса болды ғой. Қазір міне тереземізді жуып болдық. Шет-шетінде қалған суларды сүртіп аламыз. Терезе әрқашан таза тұрғаны дұрыс. Біріншіден сыртқы көріністі дұрыс көрсетуге таза болып тұрғаны дұрыс. Сыртқы дүниені анығырақ көрсетуге дейміз. Сол жағынан терезе таза тұрғаны әдемі. Көзге де әсері тиюі мүмкін лас терезе болған жағдайда. Ол енді барлық адамға жаңағы өзінің мамандығы ғой. Біз үшін енді альпинизм саласының кемшіліктерін соларды байқаймыз. Әр адам өзінің саласының кемшіліктерін барған жерінде біліп отырады деп ойлаймын. Ол қалыпты жағдай. Альпинизмге көбіне экстримге қызығатын жандар әуестенеді. Дегенмен, қауіпсіздік қашанда бірінші орында болуы шарт. Бір ғана қателік 100 метр биіктіктен құлдилайсың да кетесің. Сондықтан да өнеркәсіптік альпинизм мамандары жұмысқа шықпас бұрын ауа райының қолайлы болуына назар аударады. Өйткені жұмыс барысында уф еткен желдің өзі қолайсыздық тудырады. Бала құтқарған жағдай болды. Түнгі сағат 1-лер шамасында межкомнатный есіктері жабылып қалған болды. Яғни ер азамат звондады, қоңырау соқты, больницада жатып, сол кісілерді құтқаруға барған болатынмын. Түнгі сағат 1 шамасында. Терезені ашып, межкомнатный құлтанып қалған есікті ашуға тырысып, соны ашып берген болатын жалпы. Енді жоғарғы 18 қабатты үйден арқанмен салбырап, осындай жұмысты атқарып жатқанға бұл кісілер өз маманы болғаннан кейін
бізге қорықпайтын сияқты көрінеді, бірақ енді бұл кісілер үшін іштей бір үрей қорқыныш болатын шығар, өйткені жел, қазір көп қабатты үйлердің барлығы шыныдан жасалынған, терезелері бәрі шыны, әр үйдің жаңағы түскенге, жоғарыдан төмен түскенде әр үйдің жаңағы шыныларын сындырып алмай, ептілікпен, төзімділікпен осындай өз жұмыстарын атқарып жатады. Мен өзім құлағам 4-ші этаждан. 4 пен 3-те ЖК Примерадан құлағам. 2014 жылы 3 этаж, 3 пен 4-тің арасында карниз болған. Сосын жіп тастаған кезде байқамағанға жерге жеткен жетпеген. Төбеде жоғарыда бір жұмыс істедім да. Ал немен түсіп баратқан кезде 4-те жерге жеткен шығып кетті. Жерге түскен ғой. Әлде де осындай құм болған, осындай слой құмға түсіп аман қалған жерім бар, қолым шыққан. Әйел адамдар, қыз келіншектер осындай көктем басталғанда жаңағы қардың суы тұрып қалған терезелерді ашып жуып жатады. Үлкен этаждарда, биік жерлерде ол өте өмірге қауіпті. Естіп жатамыз, кейбір адамдар құлап кету жағдайлары да болып жатады. Сондықтан ондай әрекеттерге бармауға шақырамыз. Арнайы осындай мамандар бар, альпинистер деген. Міне осы Медет ағамен бірнеше уақыт болды жұмыс істейміз. Ол кісіні шақырып тұрамыз, өте ақ көңіл, сондай жұмысына тиянақты, сондай өзі бір керемет жан. Сол кісінің жұмысына өте ризамыз. Осы біздің жұмысымызды жеңілдетіп, жақсы бір маман иесі. Каждый неде әр ЖК-да болады қандай. Алма береді, кәмпит, шай ішіп алыңыз, терезеден алып шай ішіп аласың отырып. Алма береді біреулер отырып. Қызықты сондай. Әр ЖК-да болады ондай. Неше түрлі күннен. Енді көңілінен шығуға әрекет жасаймыз ғой, жұмыс. Ең биікті Самрух, Измурт, сол 44 этаж. Абу-Дабиға қазірше. Жоқ. Жас келе жатыр, сескенесін, сасқалақтайсың уже. Қызықты дегенде, қалай айтсам болады, жалпы жұмыс жасаған уақытта қолданып жатқан заттарымды құлатып алу деген секілді сондай моменттер болып жатады. Жалпы ол ыңғайсыз сәттер дейміз. Ол бір жағынан сабақ, жаңағы келесі жолы заттарды мұқият қарауға. Сосын қалай айтсам болады, сақтық шараларын дұрысты қолдану тәсіліне сабақ болады жалпы. Шохан деген досым бар. Бірге астында жуып жатыр жұмыста, мен жоғарыда. Кондиционердің решеткасы бар. Соған шелегі мілініп қалып, басына су құйып кеткен кездер болған, сондай қызықты сәттер. Бала құтқарғанда, есіктерді ашамыз, іште құлтанып қалған. Жас балдар іштен құлтап қояды, ашамайды, терезеден түсіп құтқарған сәттер болған. Альпинист болам деген адам бірінші психологически дайын болу керек осы салаға. Неліктен? Өйткені аяқ асты жел көтерілетін моменттер болады. Оқыс жағдайға түсіп қалмау үшін, сондай жағдай болған жағдайдың өзінде өзін жоғалтып алмау үшін жан-жақты бейім болу керек. Табысым есімде, әрине, ол кезде жалпы айлыққа жұмыс жасадық. Біз Шабыт өнер университетінің мойкасынан бастағанбыз. Соны жуудан бастағанбыз. Бірінші жұмысым сол болатын. Ол кезде 250 мың теңге болатын. Бірінші бастаған кезде. Терезе жууға сондай мақсатты емес, жаңағы кондиционер, көп қабатты үй орнату. Одан жаңағы болады, үйдің есігі жоғарғы қабаттасың, үйдің есігіне кіре алмайсың, есікті аша алмайсың. Сондай жағдайда осы жігіттерді кейде жаңа хабарласып, өз жұмыстарын осындай атқарып жатады. Жігіттердің жұмысы өте қиын, әрі қызықты. Енді адамның барлығы
қызығушылығы бар болатын болса, ары қарай жұмыс жасап кетеді. Қазіргі таңда нақты 2 жігіт жұмыс жасап жүр. Сол осы сала бойынша. Қыздар қауымы жалпы негізі бейім болады, биіктікке. Бізде көрші мемлекет Россияда дерлік альпинистердің 50% қыздар қауымы. Болады, ондай жағдайлар түсінбей жататындар болады. Альпинист дегенде сразу бірден тауды сұрап жататындар болады. Тау емес, бізде промышленный альпинизм, бізде тұрғын үйлердің қызметтің түрлерін айтайын. Кондиционер орнату, фасадтағы құлаған заттар болады, соларды қайтадан орнату деген секілді. Балаларға, терезелерге қауіпсіздік решеткаларын бекіту, сондай қызметтерді жалпы жасаймыз. Әрлеу, освещение, жалпы көп сала. Енді осындай еңбек адамдардың жұмысы қоғамда бағаланса екен дейміз, себебі ол кісілердің жұмыстары өте ауыр, қаншама еңбекті, қаншама жігерді талап ететін маман түрлері ғой, мамандық иелері. Сондықтан қоғамда осы кісілер бағаланса екен дейміз, жұмысын бағалап, әр адам құрметпен қараса екен дейміз. Бұл кісілерге тілекшіміз ары қарай өсіп, өркендеп, жаңағы клиенттері көп болуына тілектеспіз. Әр жұмыста өзінің қиындығы. Жұмыс жетеді ғой, негізі істеймін деген адамға жұмыс. Жерде жүріп те жұмыс істеуге болады негізі. Сол айтарым оларға. Жұмыс көп қой, істейтін адамға табылады. 2 қолға 1 күрек табылады дейді. Сол сияқты. Альпинистердің болашағы енді түзеліп келе жатыр ғой барлығы. Алдындары альпинист деген аз еді. Қазір көп қой, енді жайлап жақсы андай снаряжение, сырт киімдер алып жұмыс бастап жатыр ғой. Қиын. Жақсы болып кететін сияқты негізі альпинистердің. Конкурент көп, жұмыс аз деген сияқты. Бізде жалпы альпинизм саласында ондай жеңілдік қарастырылмаған. Арнайы не дейміз, бақылаушы органда жоқ жалпы бұл сала бойынша. Жалпы негізі арнайы орган құрылса альпинизм саласына, сол дұрыс болушы еді. Өйткені өзіңіз айтып отырғандай, үй кезегінде тұруға, мүмкіншіліктер алуға, яғни көптеген жеңілдіктер болушы еді. Альпинизм саласына кішкене көңіл бөлінсе. Альпинизм саласында проблемалар бізде жалпы құрылыс саласында байланатын жердің болмауы, арнайы орындардың, яғни құрылыс саласында сол қарастырылмаған, сол нәрселерді қарастырса дұрыс болады. Жалпы өндірістік альпинизмді толық меңгеру үшін 1 ай түгілі 1 жылда жеткіліксіз дейді мамандар. Табысына қызығып келетін жастар көп. Бірақ биіктікті бағындыру оңай емес. Қала берді сол биіктікке бас амандығын бәйгеге тіге отырып, жұмыс істеу тіптен бөлек ұғым. Талап өте жоғары болғандықтан, сыннан сүрінбей өтетіндер саусақпен санарлық. Біздің бүгінгі кейіпкеріміз қиындығы мен қауіптілігіне қарамастан, кәсібін сүйіспеншілікпен атқаратын жұмысшы маман, адал адам.